Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін раллини рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде менің парақшама тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Бәріңізге рахмет. Бізге слоеное тесто қажет болады. Мен қамырды магазиннен сатып алдым. Және де бұл қамырды жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан кейін осындай ұзын бөлшектерге бөлеміз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Жуаны осындай кішкентай көбіктерге тураймыз. Қызып тұрған сковородкамыздың үстіне жемішкі майын құйып, үстіне жуаны салып, қуырып аламыз. Қуырылған жуамыз суығаннан кейін фаршымыздың ішіне қосамыз. Және де начинкамыздың ішіне тұз, бұрыш сеуіп араластырамыз. Начинкамызды қамырдың ортасына осылай салып шығамыз. Енді екі жақ шетін бір-біріне қосып, жабыстырып шығамыз. Ортасын ақырындап жабыстырып шыққаннан кейін, екі жақ шетін бір-біріне қосып, жабыстырамыз. Осындай форма дайын болу қажет. Оны пергаментіміздің үстіне саламыз. Тап осылай басқа қамырлармен жасап шығамыз. Духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. 20 минуттай дайын болады. Раллиниміздің үстін осылай жұмыртқамен немесе сүтпен жағып шығамыз. Әдемі болсын десеңіз, үстінен кунжут семечкаларын сеуіп шығуыңызға болады. Міне осындай раллиниларымыз дайын болды. Өте керемет перекус деп айтуыңызға болады. Міндетті түрде жақындарыңызға дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.